Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 112-ші сабақ. Бізде бала, тоқтар, қарсы мәнді сын есімдер. Оқыған мәтінге қатысты қосымша ақпаратты дереккөздерден табамын. Қарсы мәнді сын есімдерді білемін дейді. Бізде бірінші жаттығу 38-ші жаттығу мәтінді оқы дейді. Бәріміз бірге оқып шығайық. Тоқтар әкесінен мүлде ерте айрылды. Содан бірер жыл Теміртаудағы жездесі Нығыметтің үйінде тұрған соң, шешесі Камила қала тіршілігіне көндікпей ауылға қайта көшкен. Тоқтар орталау мектепті сол Қарқаралының ТЖ-сында, ТЖ-сы трактор жөндеу станциясында бітіріп, әрі қарай оқуын жалғастыру үшін тағы да әпке жездесінің қолына барды. Кешкі мектепте оқи жүріп, күндіз жүкші болып жұмыс істеді. Келер жылы зауытқа ток аралық жұмысқа ауысты. Бала Тоқтардың аты елге таныла бастады. 18-ге толмай жатып, суреті құрмет тақтасына ілінді. Кешкі мектепте оқуын да жалғастыра берді. Аэроклубта парашютпен секіруге, кейіннен ұшуға жолдама алды. Алғаш әуеге көтеріліп, ұшуға жаттығып жүрген кезінде кәмелеттік аттестат алуға емтихан тапсырды. Тоқтар 1965 жылы Қарағанды облыстық комсомол комитетінің жолдамасымен Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын жоғарғы әскери училищеге оқуға түсті. 1976 жылы Микоян атындағы авиақұрастырушылар бюросына қабылданғанда өзінің өлімге бас тіккенін сезінбей қойған жоқ. Тоқтар бәрінде ой елегінен өткізді. Өзіне дейін қазақта бірде-бір сынаушы ұшқыш болмағанын ел жақсы білетін. Бәлкім маңдайына жазғаны осы шығар. Ана тілімізде тілдесетін пенде табалмай, ыңылдап ән салатын, жүрегі шымырлайтын кездері де болатын. Ал енді балалар, мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріне сұрақтар қойыңдар. Мәтінде кездескен жаңа сөздердің мағынасын түсіндіріп, сөздіктен қарап біліп ал дейді. Тоқтар Әубәкіров туралы мәтінде айтылған ақпараттарды қосымша деректеріңе біліп ал дейді. Балалар, енді Тоқтар неліктен ауылға оралды? Сендерге сұрақ. Себебі оның анасына қалада өмір сүру қиынға соқты деп жауап береміз. Екінші сұрақ. Тоқтар сабақты қалай оқыды? Тоқтар сабақты жақсы оқыды, үздіктер тақтасында үнемі суреті тұратын. Үшінші сұрақ. Теміртауда кімнің үйінде тұрды? Жездесі Нығыметтің үйінде тұрды. Енді төртінші сұрақ. Не үшін Тоқтарға аэроклубта парашютпен секіруге кейін ұшуға жолдама берілді? Сабақты жақсы оқып, үздіктер қатарында болғаны үшін берілген екен. Енді бесінші сұрақ. Тоқтарға 1965 жылы Армавирдегі ұшқыштар даярлайтын оқу орнына кім жолдама берді? Қарағанды облыстық комсомол комитеті берген екен. Аэроклуб дегеніміз авиация спорт саласында жұмыс істейтін ұйымды айтады екенбіз. Балалар, Тоқтар Әубәкіров туралы қызықты деректерді оқып шығайық. Тоқтар Әубәкіров қаз дауысты Қазыбек бидің тікелей ұрпағы. Оның әкесі Оңғарбай мен анасы Камила өмірден ерте болған. Тоқтар Әубәкіров әлемнің 256-шы, КСРО-ның 72-ші, Қазақстанның 1-ші ғарышкері. 27 шілде Тоқтар Әубәкіров пен қазақтың 3-ші ғарышкері Айдын Айымбетов туған күн.
қазақтың маңдайына біткен. Қос ғарышкері бір күнде дүниеге келген. Тоқтар Әубәкіров ғарышқа екінші рет ұшуды армандайды. Есімізде сақтап алайық. Келесі балалар бізде 39-шы жаттығу. Мақал мәтелдің қатесін түзеп жаз. Үлкен кісі қостар, кіші кісі бастар. Жаман болсаң озарсың, жақсы болсаң азарсың. Жақсы бала тойлағыш, жаман бала ойлағыш. Балалар, мағыналары бір-біріне қарсы сын есімдерді қарсы мәнде сын есімдер дейміз. Мысалға, қалың, жұқа деген сияқты. Енді біз мақалдардың қатесін түзеп жазайық. Үлкен кісі бастар, кіші кісі қостар болып жазылады екен. Жаман болсаң азарсың, жақсы болсаң озарсың. Үшінші, жақсы бала ойлағыш, жаман бала ойнағыш. Бұл жерде сын есімдер балалар. Жақсы, жаман, үлкен, кіші мағыналары бір-біріне қарама қарсы болады екен. Осылай жазып аламыз. Келесі 40-шы жаттығу. Өлеңді оқып жатқа жаз. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Қарсы мәнді сын есімдердің астын сыз дейді. Үйрен жақсы әдептен, жирен жаман әдеттен. Яғни жақсы, жаман. Сын есімдер бұл жерде жақсы, жаман екен. Келесі 41-ші жаттығу. Берілген сын есімдерді қатыстырып сөйлем құра. Мейірімді, инабатты, жуас. Енді сөйлем құрайық. Біріншіге. Ажар өте мейірімді болып өсіп келеді деп сөйлем құрсақ болады. Екіншіге. Қазақ қыздары жастайынан инабатты, тәрбиелі болады. Үшіншіге. Саматтың жақсы көретін құлыншағы өте жуас еді. Осылай сөйлем құрастырып жазып аламыз. Енді 42-ші жаттығу. Берілген сөздердің сын есім екенін дәлелдеп, оларға қарсы мәнді сын есімдерді тап. Ірі, жұқа, құрғақ деген сөзде берілген екен. Дәлелдеу үлгісіне қараймыз. Бұл сын есім өйткені заттың түсін, көлемін, тағы басқасын білдіреді. Және сын есім қандай деген сұрақтарға жауап береді. Ірі, жұқа, құрғақ сөздері сын есім өйткені заттың көлемін, сынын, сапасын білдіріп, қандай деген сұраққа жауап беріп тұр. Ірі, ұсақ, жұқа, қалың, құрғақ, дымқыл. Балалар, осылай жазып алсақ болады. Бізде балалар соңғы жаттығу 43-ші жаттығу. Мағынасы жуық сын есімдерді бір бөлек, қарсы мәнді сын есімдерді бір бөлек топтастыр дейді. Неліктен солай топтастырғаныңды дәлелде дейді. Бізге сөздер берілген: ізетті, кең, аласа, қарт, момын, лай, биік, сұлу, жуас, тұнық, ауыр, кәрі, ибалы, жеңіл, тар, көрікті деген сөздер берілген екен. Мағынасы жуық сөздер балалар: момын, жуас, қарт, кәрі, көрікті, сұлу, ізетті, ибалы. Мағынасы қарама-қарсы сөздер: кең, тар, биік, аласа, лай, тұнық, жеңіл, ауыр. Мағынасы бір-біріне қарама-қарсы болып тұр. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңдар.